кодекстің 99 бабының 2 бөлігінің 1, 10 және 13 тармақтарында көзделген адам өлтіру, яғни басқа қылмыстарды жасыру мақсатында екі адамды құқыққа қарсы қасақана бірнеше рет қазаға ұшырату болып табылатын қылмыстық іс-әрекетін Қылмыстық кодекстің 188 бабының 3 бөлігінің 2 тармағында көзделген ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін бірнеше рет жасырып жымқыру болып табылатын іс-әрекетін Қылмыстық кодекстің 384 бабының 2 бөлігінде көзделген азаматтың жеке басын куәліктерін жымқыру болып табылатын қылмыстық іс-әрекеттерін жасаған. Аталған қылмыс оқиға орнын қарап тексеру хаттамасымен, Қарабалин Мақсот пен Учкалиев Нәсіпке тағайындалған сот медициналық сараптамасымен, мүрделерге тану жүргізу хаттамасымен, түсірілген бейне жазбаларымен, сотталушының жауабымен, Сәрсемалиев пен Атырау қаласы Дина сауда орталығы 2 фасад 29 бутик мекенжайында орналасқан зауыт ұланбар жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тапсырылған алтын бұйымдарды заттай дәлелдеме ретінде алу хаттамасымен және түсірілген бейне жазбаларымен дәлелденеді. 5 қараша 2025 жылы Сәрсемалиев өзі жасаған қылмысын ізін жасыру мақсатында ауылдағы туыстарына Учкалиева мен Қарабалинді ем алу үшін Атырау қаласына кетіп қалған туралы жалған хабарламалар жіберіп, коммуналдық қызмет өкілдерін күмәнданбау үшін үйдің есептегіш құралдарын суретке түсіріп алған. Одан кейін апасы, қайын апасы Қарабалин Мейрамгүлге ата-анасы шақырып жатыр деп алдап, Атырау қаласындағы үйіне алып кеткен. 6 қараша 2025 жыл үй ішінде тұрмыстық жағдайға байланысты араларында жанжал туындаған. Қайын әпкесі Қарабалин Сәрсемалиевке үйде азық-түлік жоқ екенін айтып, бұл үйде қала алмайтын, ауылдағы үйіне немесе қалада тұратын туысқандарына үйлеріне апарып тастауын, ата-анасының баратын айтып ұрыс шығарған. Қарабалин сөздері мен әрекеттеріне ашуланған Сәрсемалиев оның үйіне немесе туыстарына жіберілген жағдайда бұрынғы қылмыстары әшкереленетінін түсініп, жәбірленушінің ақыл-есі, кемдігі мен үшінші топ мүгедектігін, сондай-ақ өзін қорғауға дәрменсіз екенін біле тұра, оның дәрменсіз күйін пайдаланып, басқа қылмыстарын жасыру мақсатында оны аса қатыгездікпен өлтіруге шешім қабылдаған. Осы пиғылын жүзеге асыру үшін Сәрсемалиев бұрын Учкалиева мен Қарабалинді өлтірген. Пышақты алып, жәбірленушіге бірнеше соққы жасаған. Соққы салдарынан атырған жәбірленуші еденнен құлап қайтқан. Қарабалин қайтыс болғаны көзі жеткен соң түнгі уақытты күтіп, мәйітті кілемге орап, үйдің кіреберісіне шығарып қойған. Одан әрі түнгі уақытта одан Мұханғалиевтің көмілген шұңқырына барып көмген. Яғни мен өз-өзім жайдан-жайда салған жоқпын қонысын. Білемін мен. Соншалық деңгейге жеткізді, адамнан айуан жасаған өздері. Мен оған дейін бірде-бір қылмыстық жауапкершілікке, әкімшілік жауапкершілікке тартылған адам емеспін бұған дейін. Сондай өз айтқандарымен, өзінің басымшылықтарын көрсетіп, өз айтқандарымен жүргізгісі келіп әрекет жасады. Айтқандарына көнбей бас көтерген кезінде ауру әйелмен дәрменсіз 5 баламды пайдаланып мені бопсалап, отбасымды арнамызын таптай отырып қол сұғып, яғни қыздарына сондай бір отбасына қиянат жасап, егер мен яғни айыптаулы кісінде кейбір жерлерінде әсірелеп қосқан мемлекеттік айыптаушы, яғни айыптаулы кісінің сипаттау бөлімінде Мұханғалиев Ақбаянның жүктілік кезінде баланы алдырып тастау туралы дәрігерлер кеңес берді дегенде ол қисынға келмейтін нәрсе. Өйткені Ақбаян ауырған кезде ол жүктіліктің 25 аптасында болған, яғни заң бойынша 20 аптадан кейін баланы алдыруға ешкімнің рұқсаты жоқ, яғни бала мен анада денсаулығына, яғни зиян дұрыс болса барлығы. Ол кезде тек анасы ғана қисынсыз тоқ шығарып, айқай шығарып, яғни баланы алып тастап деп ұсыныс айтып қана қоймай, баламды өліп қалсын ол бала, көріпті қайдан ғана сені не істейді деп, яғни дүниеге келмеген баламды қорлады ол кезде. Сол баланы тірі ғой. Сол кезде менің де намысым ойнады. Шыны керек, Бекназ Әли не жазығы бар? Яғни Ақбаян ол өздеріне ауырды ғой, оған ешкім ауырды бір жамап бермеді ғой. Тағдырдың сондай қиындылығы ғой. Әр отбасында қиыншылық болады. Мен отбасымды жалға алған жоқпын. Яғни бағып өсіріп өндіріп әкеліп оларға қайтып табыстаймын деген ой мүлде болған жоқ. Адам, яғни отбасым үшін барынша күрестім. Адамның өзінің
қатты ұстанып қалған ұстанымы өзіне сол ұстанымына фанаты болып, яғни оған қарсы келетін қауіп оның фобиясына айналады. яғни